Лимонды пирог дайындаймыз. Алдымен каналға жазылып лайк басуды ұмытпаңыздар. Таза ыдысымызға жұмыртқамызды салып, оған қантымызды сала отырып араластырамыз. Бұдан соң алдын ала ерітілген сары майымызды құйып, тағы да венчикпен араластырып аламыз. Енді оны қоя тұрып, бір ыдысқа лимонның қабығын үккіштен өткіземіз. Енді осыны массамызға қосамыз. Лимонның согын қосамыз. Менде осындай дайын лимон согы. Сіздер лимоннан алсаңыздар да болады. Елекке ұнымызды салып, үстінен қосқышымызды қосып, електен өткізе отырып, масса дайындап, оны формамызға май жағып құямыз да 160-170 градусқа жібереміз. Енді оның бетіне жағатын сұйықтықты дайындаймыз. Ол үшін қант ұнтағына лимон согын құйып араластырамыз. Міне біздің пирогымыз дайын болды. Енді осыған жаңағы сұйықтығымызды жағып, суытып қоямыз. Міне осындай пирог болып шықты. Жасап көріңіздер, ас болсын. Лайк басуды ұмытпаймыз. Барлық керекті заттар описанияда жазып қалдырамын.